Зекет кімдерге беріледі? Енді ол Құранда келеді, Тәубе сүресінің аятында. Иннама садақату лил фуқара, расында садақалар, осы зекеттің ақшасы, зекеттің малы беріледі. Лил фуқара, біріншісі пақырларға беріледі дейді. Пақыр дегеніміз бұл кедейлік, ол адамның жағдайы да жоқ, ол адамның тұрақты жұмысы да жоқ. Бұны пақыр деп қояды. Киетін киім, ішетін тамақ табу оған қиын. Оның ішіне ол жаңағы күйеуі тастап кеткен ба, жоқ күйеуі қайтыс болған жесір әйелдер де кіре береді. Оларға да беруге болады. Ас-саи алал армилатул мискин камужахидин фи сабилилlah. Яғни жесір әйелге, асыраушы жоқ, бала-шағасымен қалып кеткен әйелге көмекке асығу, міскінге көмекке асығу, Аллахтың жолында жихад қылғандай сауап береді дейді. Біріншісі, зекет алатындардың бірінші тобы лил фуқара, пақырлар. Жағдайы да жоқ, жұмысы да жоқ, табысы да жоқ. Уал масакини, міскіндер. Міскін дегеніміз бұл да кедей, оның жұмысы болуы мүмкін, бірақ тапқан табысы жетпейді, қажетін толық жаппайды. Балаларын жапса, өздері аш қалады, өздерін жапса, балалар аш қалады. Бір баласын бүтіндесе, екінші баласын бүтіндей алмайды деген сияқты, жұмысы бар, бірақ толық жаппайды. Оларға да зекет жүреді. Уал амилина алейха, үшінші топ бар, зекет алатындардың. Ол зекетті тарату жұмыспен айналысатындар. Бұл енді бұның ішінде ол топ кіргізбесе айтпай кетсе болады. Өйткені көбінесе бұл мұсылман елдерінде арнайы топ болады. Оларды пақыр, кедейлерді есептейді, жеткізеді, таратады деген сияқты. Оларға айтқанда сол жұмысын жеңілдету мақсатында зекеттен беріледі. Келесі кім? Уал муаллафати қулубухум, жүректері жұмсартылу ретінде берілетін адамдар. Бұл адамдардың жағдайы болуы мүмкін. Бір алыс туысқан болуы мүмкін, дос болуы мүмкін. Жағдайы бар адам болуы мүмкін, жағдайы жоқ болуы мүмкін, бірақ онда мақсат жүрегін жұмсарту. Не мақсатта? Дінге деген жүрегін жұмсарту. Яғни оған жақсылық жасайтын болатын болса, оның ислам туралы, мұсылмандар туралы пікірі дұрыстала бастайды. Ол адам мұсылман болмаса да, исламға деген пікірі дұрысталатын болса, оларға берілуге болады деп кейбір ғалымдар айтады. Енді ханафи мазхабы бұл топты алып тастаған, исламның мәртебесі көтерілді, оларға мұқтаж емес. Біреудің жүрегін дінге жұмсарту деп айтады. Жақсы, бұлардан да өтіп кетеміз. Уафир риқаб, құл азат ету. Енді біздің кезімізде құл азат ету мәселесі сиреп қалды. Ол ілгергі уақыттарда болған құл иеленушілік замандарында құл күн деген, соларды азат етуде зекетті жұмсауға болатын. Келесі, уал ғаримин, қарызға батқандар. Адал жолмен қарызға батты. Әдейі бір кредит алып, харам жолмен қарызға батып жүрген жоқ, бір алдап казиноға барып деген сияқты. Өзін асырайым, бала-шағаны асырайым деп, адалдан бизнес жасайым деп, ойламаған жерден бір кедергілерге кездесіп, продукт аламын деп қарызға кіріп кеткен адамдар қарызын құтыла алмай жүр, шамасы келмей жатыр. Ол адамдарға зекеттен көмектесуге болады, қарызын жабу үшін. Уафи сабилилlah, және Аллах жолында дейді. Аллахтың жолында дегеніміз дінді қорғау үшін, дінді тарату үшін күрес жүргізушілер. Оларға зекеттен берсе болады. Уабнис сабил, және жолда қалғандар. Жолда енді бір жерге барды, мұсылман кісі. Сөйтіп еліне жете алмай қалды, жолда қалып кетті. Осыларға зекеттен берсе болады. Фаридатун мин Аллах, бұл Аллах тарапынан болған парыз. Аллаху алимун хаким, Аллах бәрін білуші, даналығы иесі. Сонда бұл аятта енді 8 түрлі топ айтылған. Сонда негізгісі пақырлар, міскіндер, жаңағы зекет таратушыны, жүрегін жұмсартушыны,
құл азат ету деген енді сирек кездесетін нәрсе. Ол үшеуін алып тассақ, онда жағында бесеу болып тұр да: пақыр, міскін, қарызға батқандар, Аллахтың жолында жолда қалғандар деген сияқты. Сіздің айтқан адамдарыңыз осы сипаттағы адамдар болатын болса, оларға зекет беруге болады. Зекет және жекелеген тұлғаларға беріледі. Адам болу керек ол. Кедей, кепшек, жетім, жесір деген сияқты жағдайы төмендерге. Ол жаңағыдай құрылыстарға берілмейді. Мешіттің құрылысы, медресенің құрылысы болса да, ол бөлек нәрсе. Бұл жекелеген пітір садақасы деген, зекет деген бұл жекелеген тұлғаларға берілу тиісті. Осындай әлеуметтік жағдайы төмен жекелеген тұлғаларға беріледі. Құрылысқа, жол салуға, мешіт салуға, медресе салуға жұмсалмайды ол ақшалар. Жаңа туған бауырлар, қарындастар егер өз алдына бөлек үй болып шығып еді, жағдайлары төмен болса болады, зекет беруге болады оларға. Кейбір ғалымдардың айтуынша оған көмектескен сауап көбірек деп айтады, өйткені туыс қарым қатынастың нығаюына әсерін тигізеді дейді шейх Усаймин рахимахуллах сөйтіп айтады. Зекет жүрмейтіндер бұл әке шеше бала шағасына бере алмайды, бала шаға әке шешесіне бере алмайды деген сияқты, сондай балаларына, күйеу әйеліне зекет бере алмайды деген. Бірақ қызық болғанда әйелі күйеуіне зекет бере алады. Еркекке әйелді асырау парыз, әйелге еркекті асырау парыз емес пе? Еркектің жағдайы болмай қалса, әйелдің жағдайы көп болса, ол зекетін бере алады. Ал енді бауырлар егер бөлек болып өз алдына есейіп шаңырақ бөлек құрып кетіп, ағасы бола ма, інісі бола ма, қарындасы бола ма, бөлек шаңырақ құрып, ол жақта жағдайлар болмай қалып, сондай мұқтаждық болмаса, өзі рұқсат етіледі зекет беруге.